Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз наурыз көже дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әр аймақта наурыз көжені әртүрлі дайындайды. Ең бастысы 7 құрамнан кем болмау қажет. Ал біз наурыз көжеге ең алдымен сүрленген етті қосамыз, арпаны қосамыз, сары жүгеріні қосамыз, ақ жүгеріні, бидайды, машты қосамыз, және құрт немесе айран қоссаңыз болады. Алдымен 5 литр суға етті салып қайнатып аламыз. Сорпамыз мөлдір болу үшін көбігін сүзіп аламыз. Тазартып отырамыз сорпаны. Қақпағын жауып 2-2,5 сағат қайнатамыз. Ет қайнап жатқан кезде бидайды, машты, арпаны, ақ жүгеріні, сары жүгеріні бұқтырып аламыз. Ал маш қайнаған кезде жасыл түс береді болғандықтан, сорпам қарайып кетпес үшін оны бөлек пісіріп алдым. Ет 2 сағатта қайнап пісті. Етті сүзіп аламыз, ал сорпаны бөлек сүзіп алуымыз қажет. Енді қайнап тұрған сорпамен құртты жібітіп аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға алдымен бидай қосамыз. Арпаны қосамыз. Сары жүгеріні қосамыз. Және де ақ жүгеріні қосамыз. Енді піскен етімізді жақсылап тураймыз. Қатты үлкен қылмай, және қатты майда болмау қажет, орташа пішінде тураймыз. Менің дәнді дақылдарым шамамен 40 минутта қайнап пісті. Соның ішіне піскен маш пен етті салдым. Мінекей, наурыз көжеміз дайын болды. Өте дәмді және сіңімді болды. Қалауынша құрт немесе айран қоссаңыз болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда әрі өте керемет тағамдар әзірлейтін боламыз. Наурыз мейрамы құтты болсын, әр жанұяға бақ-береке келсін, ас мол болсын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.